Кәсіпкерлер қажетті мамандарды өздері дайындап алмақ. Яғни арнаулы білім беретін оқу орындарымен келісім шартқа отырып, сұранысқа ие мамандықтарға ғана тапсырыс беретін болады. Бұл туралы Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер палатасының Ақтөбе өңірлік кеңесінің отырысында айтылды. Жаңадан құрылған кеңес кәсіпкерлік саласындағы өзге де мәселелерді шешуге тікелей араласпақ. Әсіресе ауыл кәсіпкерлеріне қолдау көрсету үшін барлық аудандарда филиалдар ашу жоспарда. Бөлімше мамандары жергілікті жердегі проблемаларды жоғарыға жеткізіп, ауылдағы кәсіпкерліктің дамуына жол ашпақ. Әрине кедергі жеткілікті. Енді өзінің бюрократия деген бар, коррупция деген бар. Басқа да мысалға проблема жеткілікті. Бірақ та мен айтатыным, біз жас мемлекетпіз. Тәуелсіздігімізге 22 жыл болды. Басқа дамыған мемлекеттер 102 жыл дамып келе жатыр. Сол себептен әрине бізге уақыт керек. Оны билік түсініп жатыр. Сол себептен мұндай ұлттық палата қабылданып жатыр. Ары қарай енді билікпен бірігіп жасағанда мына бүкіл кедергілерді бәрі болашақта жойылады деген үлкен үмітіміз бар.